Теріскен суықта жиі шығады. Әдетте адамға суық күндері теріскен жиі шығады. Теріскен қабақтың май безінің іріңдеп қабынуы, оны іріңдеткіш микробтар тудырады. Алдымен қабақтың шеті ауырып ісінеді де, 2-3 күннен соң әлгі жерден бөрткен пайда болады. Теріскен шыққанда қабақтың терісі мен шырышты қабығы ісінеді. Негізінде теріскен арнайы гигиена ережелерін қадағаламаудан шығады. Инфекция көзге, сүлгі, бет орамал, қол арқылы түсуі әбден мүмкін. Кейде ауыр сырқаттардан кейінгі организмнің қорғаныс күшінің әлсіреуіне байланысты теріскен шыққанда дәрігерге көріну керек. Қандай жағдайда да іріңді сығуға болмайды, өйткені инфекция етек алып асқынып кетуі мүмкін. Өмірде оның менингитке алып келген, тіпті соңы өліммен аяқталған жағдайларда кездеседі. Әдетте дәрігер теріскенді емдеу үшін тамызатын, жағатын дәрі-дәрмек белгілеп қыздыруды ұсынады. Үй жағдайында жылы басу үшін грелка пайдалануға болады. Теріскенге құрғақ салфетка төсейді де үстіне грелка қояды. Грелка орнына табаға қуырып барып, мата қалтаға салынған қарақұмық жармасын немесе тұзды пайдалануға болады. Сондай-ақ рефлекторлы көгілдір түсті шамды да қолданады. Оны көзден 20-25 см қашықтықта 15-20 минут бойы ұстау керек.